Ассалаумағалейкум, құрметті біздің каналдың оқырмандары, легендарный Ерекеңнің өзімен кездесіп отырмыз. Бұл біздің обучение өткен оқушылардың бірі, қазіргі таңда проб компаниямен жұмыс жасауда, өзінде $15,000 управление счеты бар. Енді бүгінгі біздің кездесудің мақсаты Ерекеңнің сіздерге новичок ретінде ақыл айтуы. Себебі мен енді 5 жылдық тәжірибем бар. Жаңадан бастап жатқандарға особо менің ақылым өтпеуі мүмкін. Мен в основном табысқа шыққан, бірақ сол табысты 2 есе 3 есе көбейту мақсатында консультация жүргіземін. Бүгін как раз мен Ерекеге ақылдарымды айтамын, Ереке сіздерге ақылдарын айтатын болады. Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Еркебұлан. Мен жасым 20-да. Трейдинг саласына осыдан 1,5 жылдан келдім. Мен ең алғаш осы Жандосаның курсын алып оқыдым. И сол жерде Жандосаға өз командасына шақырып, сол жерден өте үлкен опыт алдым негізі. И соның арқасында шүкір қазір про компаниямен жұмыс жасаймын. И жеткен жетістігім өте көп. Осыдан 2 ай бұрын шетелге шығып келдім, солтүстік Кипр, Стамбулға, Турцияға. И үйдегілерге барлығына iPhone подарок етіп, шүкір осылай табыс тауып жүрмін. Қазір таңда про компанияда 15,000 счетым бар. Негізіне келетін болсақ, бұл жерде қоса кететін момент бар. Сені біздің командаға шақырған себебіміз, ол сенің уже обучениедан кейін 1 айдан кейін табыс жасап бастадың ғой сен. По идее сені сол үшін шақырдық негізінде. То есть ты заслужил это. Екіншіден, бұл негізінде 20 жастағы жігітсің, студентсің сен вроде? Иә, студент. Қайда оқисың? Инуда. Инуда? Қандай мамандық? Химия пәні мұғалімі. Сен химия пән мұғалімсің ғой еще? Базар жоқ. Вот 20 жастағы студент 1 миллион теңгеге шетелге барып қыдырып, үйдегілердің бәріне подарок алып беріп, енді керемет. А вот осы жерде сұрақ қойғым келіп тұр да, подарок бәрін алдың ғой сен үйдегілерге? Не үшін алдың? Енді ол кезде мен про компанияға келіп, алғашқы нормально табыс таптым, сөз алдым про компаниядан. И өзіме iPhone 15 Pro, тоже ағама 15, мамама iPhone, қарындасыма и апаға алып. Вообще бәріне подарок істедім, нормальный подарок. Ну, это бір жағынан эмоциональный поступок. Мен негізінде өзімнің алғашқы 1 миллион теңгемді Грузияда жасаған болатынмын. Грузияда? 21 жасымда. Бірақ трейдинг бойынша емес, ол SMM қызметін сату маманы бойынша. И тура сол сен сияқты там әке шешеме ақша жібердім, барыңдар өздерің киім алыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп. Потом андайда негізінде үлкен табыс жолында ол вечно стабильно болмайды. Кейде түсіп кетесің, кейде өсіп кетесің, кейде түсіп кетесің, кейде өсіп кетесің дейтіндей. И сол моменттерде түсіп кеткен жағдайда тез қайтадан орнына қайту үшін желательно артында ақша болып тұру керек. Менің саған айтар ақылым наперед. Тапқан табысыңды лучше өзіңе жинап отыр, өзіңе салып отыр. Көп ақша тауып кетесің, чересчур көп ақша. Сол кезде сыйлықты біраз жасаған дұрыс. Один из таких советов. Окей, сен өзің мысалы үшін трейдинг саласын енді бастап жатқан адамдарға қандай ақыл кеңесін айтасың? Көбісі мысалы үшін қорқады, сомневаться етеді, үйреніп алады, анализ жасауды біледі, бірақ сделкаға кіре алмайды, қорқа ма, ақшамен жұмыс жасаудан қорқа ма, білмеймін енді, өзің просто новичок ретінде. Не айтасың новичоктарға? Енді бірінші трейдингке келген адам негізі бәрін үйреніп алады, полный стратегия. Оның ең қатты қорқынышы ол бірінші ақша салып сделка ашқан кезде болады. Сенде болды ма ондай қорқыныш? Ондай басында менде болды, бірақ қайтадан повтор істеп. Басында мысалға плюсқа шыққан кезде бірден сделканы жауып тастап, ал қазір ұзағынан ұстап, нормальный позициялар ұстап дегендей. Бірінші енді адамдар минусқа кетеді, по-любому ликвидация, по-любому болады, любой адамда, бастапқыда. Бірақ ол көп практика істеу керек та, и потом барып жақсы табысқа шыға алады. Қазір өзінде $5,000 счет тұр, менде 15,000. Ал алдағы уақытта план ол $20,000, $100,000 деген. Дұрыс. Менен асып кеткісі келеді өзін, осындай бір. Асамыз ба? Сондай вызов бар екен өзінде, красавчик. Мен только қуанышты боламын, егер де менің оқушыларым менен де мықты трейдер болып кетсе, я только к этому буду рад. Сол үшін осы YouTube каналға әртүрлі стратегиялар ғана жайлы емес, бір психологиялық тұрғыда ақыл кеңесін бергім келеді. И сен уже айттың не то, что басында ұтылу это нормально деп. Практика. Достар, қараңдаршы, тіпті трейдингтан емес, сен даже қазір бірінші рет кәсіп ашатын болсаң, мысалы осындай кофейня ашатын болсаң, Каспи арқылы заттар сататын болсаң, по-любому қателікте жүресің басында. По-любому ақша ұтыласың. Ол идеальный начало болмайды, пока сен идеальный началоны күтем дегенше ешқашан өспейсің. Негізінде келетін болсақ, сен өсесің ғой, әртүрлі этаптардың арқасында. Кітап оқу арқылы өсесің, ортаң арқылы өсесің, риск арқылы өсесің, но ең керемет өсудің жолы ол қателік жіберу. Қателік арқылы адам тез өсетін болады, имейте в виду. Ал енді достар, Ереке қазір өзінің про компанияда сделкаларын көрсеткісі келіп отыр. Ол жерде таймфрейм жайлы, қандай активтермен жұмыс жасайды, қандай стратегия қолданады. В принципе, барлық активтерін шығарсың примерно. И сендерге уже түгелімен өзі ашық түрде көрсететін болады. Кеттік. Мен тек қана осы алтынмен салып істеймін. И бізде мияқта егер айналысып жүрген адамдар болса біледі,
жақта ордер блок и ликвидность бар, и потом тренд құлап келе жатыр. Ну, осы жерде біз шорт пайса ұстадық. И мендегі мына про компания бүгін бұйырса ақша шешемін осы жерден. Бүгінгі пайда менде таза $334 24 сағатта. Бүгін кешке сағат 9-да запрос жүремін. Практика жасадым қазір. Кәдімгі 5000 доллар про компания өтуге не болып қалдым? Ойыншық болып қалдым негізі. Ойыншық болып қалды ма? Кәдімгі ашасың 2-3 күн ары кетіп тарбай кетесің. Енді қара, $5000 саған ойыншық болып қалды, иә? Допустим, сен психологиялық тұрғыда уже ол ақшаны қорықпайсың. Иә, қорықпаймын. Қорқатын сома қандай? Ну, алдында жаза $100,000 тарап өтетін про компаниямен. Ол кезде басында қорықтым, потом үйреніп кеттім. Енді бұйырса мен енді 50,000 немесе 100,000 ашамын алдағы 1-2 аптада. Алда 1-2 аптада сразу секіріп тұрған жоқсың ба? Ну, по идее нормально ойлаймын. Бізде тема былай ғой, мысалы үшін бізде енді обучение өтеді ғой, сен сияқты қыздар бар, жігіттер бар, тәтелеріміз бар. Олар $5000 сен сияқты өтіп алады. 2-3 айдан кейін дух жинап кәдімгідей білім алып, и оларда андай бір желание пайда болады да, көбірек ақша тапсам ғой деп. Көбірек деп. И не істейді олар? Алады сразу $100,000 секіреді и бетіне қарап отырады. Бетіне қарап, сделка кірмей, кіреді шығып кетеді. И как думаешь, ты справишься с $100,000? Я по идее жетеді уже мен $100,000 уже біраз дайындалдым. Негізі дайындалдым мен. Опыт бар, $100,000 дайындалдырып берсем. Енді осы жыл аяғына дейін қандай мақсаттарың бар? Мен бұйырса сол про компаниямен тарап ету. Жоқ, общий мақсаттарың қандай? Мысалы бір финансовый мақсаттарың бар шығар, мынандай дәрежеге жетемін, негізі бүйтемін, көлік аламын дейсің ба, шетелге шығамын дейсің ба? Қандай мақсаттарың бар осы жылдың аяғына дейін? Осы $100,000 бұйырса алып өтіп жатсам, жаңа жылға кем дегенде бір 20% пайда істеу. 20-25%. Примерно $25,000 ғой. $25,000 ол бізде қанша? 12-13 миллион теңге ма? 12-13 миллион теңге. Не істейсің ол ақшаға? Мен бірінші кезде машина алған шығармын. Қандай машина аласың? Копейка болса саната екеуін біреу. Смотри, мынандай трейдингта осындай бір прикол бар, айтып кетейін барлықтарына, сендерге де, саған да. Вообще, мысалы үшін сен ақша тауып отырсың ғой. Ақша ол жай ғана инструмент. Бұл жерде мақсатың анық болу керек біріншіден. Конкретно қанша ақша тапқың керек және ол ақшаны не үшін тапқың келетінді түсінсең, оны сезінетін болсаң, сенің саудаң әдемі жүріп, табысқа тезірек шығатын боласың. А если сенің мақсатың анық емес, просто примерно бір 10 миллион тапсам болды, ары қарай көремін деген болса, 10 миллион табылмайды ешқашан. Заранее ескеріп отырдым, потому что менде өткен ондай нәрседе. Мен мысалы үшін тіпті биноманы сауда жасасам да, күнделікті план қоямын, маған осынша ақша керек, осындай ісіме, осындай әрекеттеріме деп. И декомпозиция дейтін нәрсе бар, білесің ол неме екенін? Қараңдар, мен сендерге бүгін декомпозицияны үйретемін. Мынау сенің точка А, сен дәл қазір тұрған жерің. Мынау точка Б, бұл сенің мақсатың. Осы жерден бастап мына жаққа дейін бару үшін сен не істеу керексің, өзің білесің, иә, там. А декомпозицияның керісінше, мына мақсаттан артқа қарай жылжисың. Мынаны жасау үшін мынаны керек, мынаны жасау үшін мынаны керек, мынаны жасау үшін мынаны керек деп өсі декомпозиция жасайтын болсаң, сол 10 миллион теңгеге, допустим, жаңа жылға неше ай бар қазір? 3 ай бар ма? 3 ай. Допустим, бірінші айын сен профкомпания өттің, 2 айда это получается айына 6 миллион теңгеден. Ол дейтініміз аптасына мысалы үшін там 2 миллион теңгеден. Деген сияқты пландар құратын болсаң, план торговля. Вот сол кезде сен бұл мақсатқа жетесің. А егер де сенің точка бүгін жай ғана ақша болатын болса, там примерно там жаңа жылға дейін қанша уақыт бар екенін білмейсің, әйтеуір там профкомпания қашан өтетінін білмейсің, қашан бастайтынын білмейсің. Просто сен білесің, что сен бастайсың, бірақ өтесің білесің. Но даталарын білмесең, ол орындалмайды, іске аспайды. План істейміз бұйырса. План істейсің, вот планы қою керек ең бастысы. Но Ерекенің маған айтқан ақылы өте ұнады, жаңағыдай қорықпау. Көбісі ақшамен жұмыс жасаудан қорқады. Хотя бай болғысы келеді. Странно, сен как бы бай болғың келеді. Сен айына 1 миллион тапқың келеді, бірақ сен әрекет етуге қорқасың. И чё? Онда бай болуды қаламай қой онда. Рас қой? Зачем тогда ты об этом стрессовать етіп, армандайсың, бұның барлығын егер әрекет етпесің. Так что әрекет етіңдер, достар. Әңгіменің өзінің өміріңнен қызың бар ма там? Қыз жоқ мен. Қойш, неге? Қыздармен көп сөйлесем негізі. Вашты сөйлесем. Неге? Білмеймін, оны қыздармен сөйлесек жоқ. Неше, спорт ше? Спорттан қазір жүзуге барады. Спортта қызым. Жүгіріп тұрам аптасына бір-екі рет. Вообще ешқайда бармайсың ба? Бір тренажерный зал? Жоқ, ондай көп бармаймын. Енді бармаса. Енді қандай вообще жеке өміріңе қандай пландарың бар, мақсаттарың бар, бірдеңе айналысың келетін шығар? Право бар ма сенде? Право негізі ақша бар, ала салуға ше. Бірақ бірінші мақсатым машина алған екен правосын өтінемін. Неге?
мен өзіме сондай ой отыр. ол андай сияқты емес пе, бірінші качок болып алайын, потом барып тренажерный залға барамын деген сияқты емес па бұл? Бірінші машина бірінші права емес, машина мініп тұрамын. Вообще қараңдар, жігіттер, бұл совет жігіттерге арналған, негізінде сендердің табыстарың ол сендердің тестостерондарыңа байланысты. Білесің тестостерон деген неме? Андай көтеретін деңгейде қалай? Ол гормондар, еркектің гормондары. То есть әйел адамда тестостерон көп болып кетсе, әйел адамда мұрды өсе бастайды. Дауысы грубый бола бастайды. Ал еркек адамдарда тестостерон түсіп кетсе, оларда бір характері женский болып кетеді. Ұрысқақ, не. И сен қазірден бастап давай қыздармен танысып, сөйлесіп үйрен. Бұл сенің тестостеронды көтереді. Бұл мотивация кәдімгідей. Негізінен еркектер, вот отвечаю, еркектер бұл өмірде ақша тапқысы келеді әйелдер үшін. Бұл өмірде менің ойымша әйел адамдар болмаса, мынаның бәрі болмаушы еді. Машина деген болмаушы еді, мынандай әдемі заведение болмаушы еді. Бәріміз қолымызға бір дубинка ұстап, төбелесіп жүре беретін бар ғой. 17 сентябрь. Мына бір қысты күні көрейік, контент түсіріп. Өзі қандай жетістіктерге жетемін деген сияқты. Отличная идея. Жақсы идея. Көрейік қандай результат қалай болады екен, жақсы бола ма деген сияқты. Күшті идея. Если, кстати, біздің обучениені енді алғандар болса, или алам деп отырғандар болса, Астана қаласына маған жазыңдаршы. Осылай бір кездесу өткіземіз, контент түсіреміз, и вызов тастайсыңдар. Келесі айда қандай нәтижеге жетесіңдер. Мен өзім көмектесіп, қолдауын беріп отырамын. Сенің өзіңде гонка болады, оқырмандарда өзінің гонкасы болады. Что скажете, если интересно, прямо қазір комментарийға жазыңдар. Хэштег Астана мен кездесем десеңдер болды, мен сендерге байланысқа шығып, осындай бір әдемі жерге жинап алатын боламын. Ереке, осы 1,5 жылдың ішінде общей сложности қанша ақша таптың? 4-5 миллион. 4-5 миллион? Иә. Ну, 1,5 жыл емес па? Последний 7-8 айда. Соңғы жарты жылда 4-5 миллион теңге. Алғашқы 1 миллион теңге қашан таптың? Оны мен сізге жаздым прокомпания өткен кезде ше. Мен сол кезде таптым. Ол қашан болады бұл? Сен маған 1000 рет жаздың өзі, қайсысы келмейді? Именно Астана. Бұл қайта прокомпания өттім, прокомпаниясын достарыңа өтіп бердің прокомпанияға. Иә. Таныстарыңа өтіп береді, әйтеуір сондай жігіт бұл. Неге өтесің білмеймін. Сөйтіп 1 миллион теңге қашан таптың? Ну, пойди, қыстың ең соңғы айында. Қыстың ең соңғы айында. Иә. Январьда что ли, получается? Январь. Ух ты. И қандай сезімде болдың, айтшы? Ол кезде андай болды. Сезім бөлек болып бар ғой. Өйткені ол кезде андай опыт та бір жағынан аз болды негізі ше. Қазір опытым ол кезде опыттан қайдан мықты негізі. Қазір андай ғой. Мысалы 5 миллион бастапқы айларда 300-400 зора тапсам, ал ол 300-400 зор қазір 2 күнде шығып жатыр, 1-2 күнде. Ой, жай өсіп жатыр. Но бірақ ол кезде 1 миллион теңге тапқан кезде зор болды ғой. Зор болды деген ол не ол зор деген? Ол кезде менде Каспийде кредиттер болды, бір 600 мың теңге дей ма. Миллион таптым, бірден 600 мың кредит құтылсам мен. Новый iPhone алдым 15. Но бірақ кейін артынша 3 күннен кейін 15 Pro алдым. Негізінде былай қарап тұрсақ бар ғой, білім ол барлық жерде бар. Интернетте толып жатыр, курстар бар неше түрлі, стратегиялардың мыңдаған түрі бар. Может, все-таки преимущество ода емес, а дисциплинада. Потому что мен есімде бар ғой, сен қалай пахать еткені. Кәні уақыт-уақытымен жұмыс істейсің, уақыт-уақытымен графикке отырасың. Негізінде дисциплина, сила. Сол көрермендерге не айтасың, жарайды? Осымен аяқтайық. Көрермендер айтарым, егер алдағы уақытта бастайтын болсаңдар, қорықпаңдар тренинг саласың. И андай ғой, тренингта күнде полный уақыт бөлу маңызды емес. Примерно 1 сағат, 2 сағат өзім ойыммен. Типа андай тренингқа келдің, азаннан кешке графикте отырдың деген бәрін бұлай негізі өтірік қойыңдар. Андай. Ровно почти 1-2 сағат қой. Мен өзім ойыммен да 1-2 сағат графикте отырдым, 3-4 нені алдым, жасадым, все. Типа азаннан кешке шейін отырып андай бір болды, толтыр монитор қойып қояды ғой. Оның бәрі керек емес сияқты. Телефонмен жүре бересің. Мен де, кстати, телефонмен жүре беремін, почему-то. Мен өзіме компьютер алдым ғой. Екі дәу монитор бар. Бір айдан кейін, бір ай болмай жатып, мен негізінде тағы да бір телевизор и бір монитор заказ бергем. Чтобы мен офисымда үлкен бір телевизор тұратындай, астында 3 монитор тұратындай. 2 монитормен жұмыс істеп отырып, мен сұрақ қойдым да, не қылам мен мынаның бәрін деген сұрақ келді ше маған. Потому что мен тренинг саласын енді бастаған кезде 1 жыл бойы, почти 1,5 жыл бойы телефонмен жүрдім. Ол кезде мен Samsung болған. В принципе, телефон мен компьютердің айырмашылықтары жоқ біріншіден. Екіншіден, мен постоянно шет елге шығып жүрген жақсы көретін адам болған соң, маған ноутбук жетеді. Ана компьютердің пайда болғаны, офистің пайда болғаны психологиялық тұрғыда мені бір комнатаға тығып тастағандай болды. Мен кетейін десем кете алмай тұрмын. Как будто обязанмын сол компьютерға. В итоге пошел ты в жопу дедім ана компьютерға по факту. Отмена бердім, телевизорға, немеге компьютерді кураторларға беріп қойдым. Бұл өзімде телефонмен, ноутбукпен жүрдім рахат.
осылай. Все, ладно, алып қояйық. Деп қойып жүрсің. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар и комментарияға өз ойларын жазып кетіңдер. Ерекше сұрақтар болса қоя беріңдер, өзі сіздерге жауап беретін болады. Сәттілік.